Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Серікбаев Сырым, және бүгін біз қайта өрлеу философиясындағы гуманизм турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Қайта өрлеу дәуірінде гуманизм деген ұғым адамның және оның шығармалары, әдебиет, ән-күй, сурет, сәулет өнері сияқты көркем өнерлер әрі барлық ғылымдар зерттеуге тұрарлық салалар дегенді ұстанатын. Қазіргі заманда бұған ешкімнің күмәні жоқ. Бірақ бір кезде көпшілік тек Құдай және оның шығармалары, яғни діни пәндер ғана зерттеуге тұрарлық деген пікірде болды. Әуел баста гуманизм жұртшылыққа діннен басқа салаларды да зерттеген дұрыс дегенді ескертті. Алайда адамдардың өздерін гуманистпіз деген атауларын басқа да мәнісі бар. Олар адам баласы өзіне қажет нәрселермен өзін толықтай қамтамасыз етіп, барлық мәселелерін де Құдайсыз ақ шеше алады деп сенеді. Әлбетте, адам баласы көптеген мәселелерін өз бетімен шеше алатыны даусыз. Бірақ өзінің күнә жасауына және онысын Құдайдың жазалауына байланысты мәселелерін оның өз жеке басы шеше алмайды. Сенушілер гуманизмнің алғашқы түрін құшақ жая қабылдайды, ал екіншісін жоққа шығарады. Себебі бұл көзқарас ең ұлы тұлғаны жаратушының өзін мойындамай, адам баласының орнын жарамсыз дәрежеде жоғарылталады. Қайта өрлеу дәуірі жалпы антикалық мәдениет пен антикалық философия бөліміне қызығушылықтың өсуімен негізделеді. Ол өз бастауын тарихы кезеңнің аталуынан алды. Қайта өрлеу дәуірі 3 кезеңге бөлінеді. Ежелгі 14-15 ғасырлар, орта 16 ғасыр, кейінгі 17 ғасыр. Қайта өрлеу философиясы Италиядан басталады. Таңқаларлықтай емес, өйткені осы территорияда қызығушылық тудырған антикалық философия гүлдене бастаған. Содан кейін ғана солтүстікке, батысқа және шығысқа жылжи бастаған. Әрине осыған сәйкес италиялық, немістік, француздық қайта өрлеу дәуірі туралы айтылған. Қайта өрлеу дәуірі орта ғасырлық философия аяқталу мен жаңа заман философиясының басталу кезеңінде пайда болды. Сол себепті де ол өтпелі болып келеді. Ал бұл өз кезегінде оның мазмұнына өз әсерін тигізді. Қайта өрлеу дәуірінің философиясы өз кезегінде пайда болу кезеңінде философия тағдырын қайталады десек те болады. Мұнда философия мифологиялық ойдан арылып, философияны мәдениеттің жаңа саласы ретінде құрды. Ендігі философия діни түсініктерден бөлек мәдениеттің жеке жаңа саласы болып келеді. Европа мәдениеттің тарихы
ерте қайта өрлеуге ізгіліктің пайда болуымен міндетті. Ол қайта өрлеу мәдениетінің философиялық практикалық типі ретінде болады. Гуманизм ізгілік терминін, оның латын формасы стадия humanitas, ерте қайта өрлеудің жаңа адамдары антика философы мен шешені Цицеронды өздерінше түсініп енгізген. Термин адамның алуан табиғатының толықтығы мен бөлінбейтіндігін білдірді. Ерекше мәдени орта гуманистер тобы тез қалыптасты. Олардың құрамы бастапқы кезде өте алуан болды. Шенеуніктер мен тақсырлар, профессор мен көшірмешілер, дипломаттар мен дін басылары. Бұл Европаның зиялы қауымының дүниеге келуі болды. Гуманистердің оқу сабақтарының ең салмақты нәтижелері адамзат даралығын теориялық дәлелдеу, адамның ішкі әлемін ашу және айрықша концепцияны жасау болды. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.